Комментарийда сұрауларға жауап беруді давам етеміз. Брат, қойса келіспейтін гәпті бәрі де тығылады. Сен мақтап тұрған радиатор бұрыннан бар зат. Просто товар өткеру үшін әр затты айта бересіз, халық ақшасын жеткенін істейді. Дұрыс, әлбетте. Біз ешкімді мәжбүрлемейміз. Әркім ақшасы жеткенін істейді. Тек қана біздер ең жақсысын ұсыныс қыламыз болғаны. Затын сату керек қой. Енді соған күйіп батырған. Солға 10 жыл гарантия деген зат жоқ. Сен 5 жылдан барып көр, сені танымайды. Чугунға жетпейді, гарантия деп сен завод емессен ғой. Сен документальный қағаз бер деп жазып кетті бір ажағамыз. Ажағасының 3-4 сұрағымызға да жауап береміз. Қараң. Әлбетте біздер дүкан, біздер магазинбіз. Біз реклама істемесек, мұны халық білмейді. Сен қалай білесің мәселен? Соның үшін біз әлбетте реклама істейміз. Бұл табиғи. Екіншісі 10 жыл гарантия, 10 жыл гарантия береді деп айтасыңыз. Әлбетте біз товарымызға 10 жыл гарантия береміз. Демек сіз мен түсінігім бойынша бір жерден күйіп піскен екенсіз, соған әмен жамалап жатсыз, дұрыс емес пе? Біздің товарымызға дұқалесе 10 жыл гарантия беріледі, қағаз жазылып беріледі. Егер 10 жылдың ішінде біздің товарымыз, яғни өніміміз бір жерден бірақ шықса, сол уақытта, сол периодтың ішінде алмастырып беріледі, яғни тазасына алмастырып беріледі. Жора, чугун батарея қойдырдым ғой үйге 250 штук. Қызып тұрыпты ғой, өлтірәсен де чугунның дәуірі өтті деп, оны білген біледі. Ажаға чугун радиатор қыздырмайды деп атырған жоқ бан, ол қыздырады. Бірақ қыздыру үшін біз газды қаттырақ ашуымыз керек болды, сонда ғана барып бейшара қыздырады. Мәселен, менің үйімде чугун радиатордан 11-12 қабырғадан 11 точка бар. Біздер айына табиғи газге 1,5 миллион сом пұл төлеп жатырмыз. Егер сізге чугун радиаторыңыз комфортны болса, беймейлі пайдалана берің. Бұл видеомыз енді имарат салып, отопление системасын енді құрacak адамдарға арналған. Антифриз тасол құйса бола ма су орнына депті. Негізі ажайып сұрау болды. Азыр уақытларда осындай аристон котелларға, hamda осындай панельный қабырғаларға судың орнына машина құятын антифриз құйып жатыр. Бұл негізі үлкен қатыгездік болады. Себебі бұл антифриз қайнаған кезде, системада қайнаған кезде батареялардың өздерінен осындай буланып, зақарлы элементтер шығады. Ол сізге hamda шаңырақ ағзаңызға денсаулығына қатты зиян. Сол себептен котелға құятын өзінің специальный жидкісі бар. Соны алып құйғаныңыз абзал болады. Я болмаса тазаланған фильтр су құйсаңыз зор болады. Қазіргі заманауи биметалл панель батареялар жақсы ғой. Заманменен біргелікте қадем таслау керек. Чугун батарея дәуірі өтті. Менде сварщикпен су таза болса жақсы істейді. Просто 2 жылдан промывка істеп тұру керек, сонда тығылмайды. Биметалл батарея и панель батарея жақсы ғой. Асты үстіне отекающий краник қоясаң, болды, қалегенше ыстылық болады. Жүда зор комментарий болды. Нағыз честный сварщиктің отзывы болды көріп тұрғаныңыздай. Ажаға рахмет, сіздей ағаларымыз көбейе берсін. Ал ағайынлер, егер сізге чугун радиаторыңыз комфортны болса, өзіңізге ұнаса, әлбетте беймейлі пайдалана берің. Біздің неге текар мақсатымыз халқымызға жақсы, экономичный, комфортный өнімді ұсыну. Бұғаны негіз біздердің мақсатымыз сол. Таңдау өзіңізден. Осы жылы қалесе үйіңізге сіз қайсы радиаторды орнатасыз? Панельный, я болмаса чугунный. Өз пікіріңізді әлбетте комментария жазып кетің.